Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Менің арнамнан қазақша өмірлік драмалық әңгімелерді тыңдай аласыздар. Осындай әңгімелерді ұнатсаңыз, каналға жазылуды ұмытпаңыз. Бұл әңгіме жай қорқынышты оқиға емес. Бұл түнде басталған құпия. Келін болып түскеніме көп болған емес. Күйеуім түнгі ауысымда. Үй іші тыныш. Бірақ сағат 2:17-де есігімнің ар жағынан біреу сыбырлады. Ол бөтен емес еді. Ол менің қайнатам болатын. Неге ол түнде келеді? Неге ол ешқашан кірмейді? Бұл үйде бұрын не болған? Мен шындықты іздедім. Ал тапқаным қорқынышты еді. Бұл әңгімені соңына дейін тыңдаңыз. Кейбір құпиялар тек соңында ашылады. Мен ол үйге келін болып түскен күннен ақ бір түрлі салқындықты сездім. Барлығы күлімдеп қарсы алғанымен, көздерінде айтылмаған сыр бар еді. Әсіресе қайнатам. Ол кісі көп сөйлемейтін, үнемі байсалды, кейде тіпті тым байсалды. Алғашында мән бермедім. Жасы үлкен адам ғой деп ойладым. Бірақ түндер басталғанда бәрі өзгерді. Күйеуім түнгі ауысыммен жұмыс істейтін, ал мен үлкен үйде жалғыз қалатынмын. Сол түні сағат түнгі 2:17. Түсім бе, өңім бе білмеймін. Дәліз жақтан сыбырлаған дыбыс естілді. Алдымен жел шығар деп ойладым. Бірақ дыбыс анық еді. Аяқтың жай басылғаны. Жүрегім қатты соға бастады. Есігімнің тұтқасы жай қозғалды. Кім бар? Дедім дірілдеген дауыспен. Жауап болмады. Сол сәтте ғана дауыс шықты. Қорықпа. Бұл қайнатамның дауысы еді. Ол түнде есікті ашпады. Тек үнсіз кетіп қалды. Таңертең бәрі бұрынғыдай, ештеңе болмағандай. Мен өзіме өзім сенбедім. Мүмкін түс шығар. Бірақ келесі түнде қайта болды. Дәл осы уақыт, дәл сол дыбыс. Бұл жолы есіктің ар жағында тұрғанын анық сездім. Сен білуің керек, деді ол жай ғана. Нені? Жауап болмады. Күндіз көршілермен сөйлесе бастадым. Бір кемпір ғана сыбырлап айтты. Бұл үйде бұрын келін тұрған. Қайда ол? Дедім, демімді ішіме тартып. Кемпір айналасына қарап алып, түнде біреудің естісең, есікті ашпа. Дәл сол сәтте дене мұздап кетті. Үшінші түнде қайнатам алғаш рет анық сөйледі. Сен кетуің керек. Неге? Бұл үй кешірмейді. Мен жылап жібердім. Егер шындықты білсең, тірі қалуың үшін. Ол кетіп қалды. Ертеңіне күйеуіме бәрін айттым. Ол сенбеді. Әкем ондай емес, деді. Сол түні мен өзім дәлізге шықтым. Үйдің артында құлыптаулы бөлме бар екен. Есігі сықырлап ашылды. Ішінде ескі күнделік жатты. Онда бір ғана сөйлем қайта-қайта жазылған. Түнде естісең ашпа. Соңғы бетінде ол келінді қорғауға тырысты. Қолым қалтырап кетті. Сол сәтте артыма қарадым. Қайнатам тұр. Мен сен үшін қорықтым, деді ол. Бұл үйде бірдеңе бар. Мен оны тоқтата алмадым. Оның көзінде қорқыныш бар еді. Мен жалғыз қателігім үндемегенім. Түнде тағы да дыбыс шықты. Бірақ бұл жолы қайнатам есігімнің алдында тұрды. Енді қорықпа, мен осындамын. Дыбыс тоқтады. Сол түннен кейін бәрі тынышталды. Біз ол үйден көшіп кеттік. Қайнатам бұрынғыдай үндемейтін адам болып қалды. Бірақ кейде көзіме қарап, түнде тыныш ұйықтап жүрсің бе? Деп сұрайды. Мен басымды изеймін. Өйткені кейбір шындықты білу міндетті емес. Егер менің әңгімем
Сізге ұнап жатқан болса, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Бұл мен үшін аса маңызды.